Достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында бургерге арналған тоқаштар дайындаймыз. Өте жұмсақ, өте керемет болып шығады. Алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Толық құрамын видеоның астына қалдырып кетемін. Алдымен таза ыдысқа жылы сүтімізді, жылы су, ашытқы, тұз, қант және еріген сары майымызды құйып, барлығын араластырамыз. Бетін жауып 10 минут қойып қоямыз. Ұнымызды дайындап алып, жақсылап қамыр илейміз. Алдымен шанышқымен араластырып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Енді жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Неге қамырымыз осындай керемет болып көтеріліп шықты. Енді оны бөліктерге бөліп аламыз. Мен осындай 100 грамм, барлығын 100 граммға өлшеп алдым. Осылай домалақтап, противенге қойып шығамыз. Бетін жауып 10 минут қоя тұрамыз. Неке тоқаштарымыз көтеріліп шықты. Енді бетіне жұмыртқаға біраз қасық сүт құйып араластырып, жағып шығамыз. Күнжіт себеміз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Неге біздің тоқаштарымыз дайын. Келесі рецептте бургердің жасалуымен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.